Ал жақсыларым, тағы да бір бауырдың жаттығуын көрсетейін. Өйткені қайта сұрап жатсыздар. Білмеймін, менде сақтаулы тұр, көрінбейді деп жатсыздар. Қазір қайталап көрсетемін. Бұл бауырдың жаттығуы, қараңыздар, тек қана бауырға емес, қанның айналысын жақсартады, зат алмасуды жақсартады, шлак, токсин. Қозғала беруіміз керек, жандарым, қозғала беруіміз керек. Қанша, мына өмірдің өзі қозғалыс қой, сондықтан қозғала беріңіздер. Ал кеттік, бірінші жаттығу, білеміз да, қолды көтереміз. Демалды ұмытпаймыз. Қолды көтергенде демаламыз. Келесі аяқты қосамыз. Бармаққа тұрамыз, қозғала беріңіздер. Келесі қолда, мынау бізге жүрекке де әсер етеді, бауырға да әсер етеді. Бұның қаншалықты бауырға әсері бар деп кейбір адамдар сөйлеп қалады екен. Бәрі тура бауырдың жанын ғана емес, қай жеріңізді қозғасаңыз, бәрі біздің мүшемізге әсер етеді. Келесі қолдарыңызды аштыңыздар, жұмасыздар, аяққа тұрамыз, бармаққа. Прям өздеріңізді сілкіп тастаңыздар. Негізі бүйтіп сілкілегенде тұрсыз өздеріңізді бір уақыт. Соңген өтті көп сұрап жатсыздар. 3 уақыт іштіңіз ба, 4 уақыт іштіңіз ба, тамақтан кейін өтіңізді сипалай беріңіз. Сипалай беріңіз. Соны қайта сұрайсыздар, аш қарынға ма деп. Тамақтан кейін де аш қарынға да, өйткені біз мына ішкі сырт жағымызды ғана емес, ішкі органға біз күш қуат беруіміз керек, қыздар, жігіттер. Ал енді ем болсын, барлықтарыңызға денсаулық, аман болайық.